Армысыздар, құрметті YouTube арнамыздың көрермендері. Сіздермен бірге мен Сұлтан және менің әріптесім досым Бекназар. Армысыздар ма? Бүгін бізге подкастымызға ерекше қонақ келіп отыр. Бұл кісі университетіміздің түлегі, қазіргі таңда жастарды ұйымдастыру және әдістемелік жұмыс жөніндегі департамент маманы, дарынды әрі белсенді азамат Ерсін Мадиярұлы. Қош көрдік, Ерсін Мадиярұлы. Ерсін Мадиярұлы жалпы университет қабырғасында жүріп өзін жан-жақты дамытқан тұлға ретінде танылған. Бүгін біз оның студенттік шақтары, жалпы қазіргі қызметі жайлы сұхбаттасатын боламыз. Студиямызға қош келдіңіз, Ерсін Мадиярұлы. Қош көрдік, барлықтарына сәлем. Енді көп созбай, енді өзіңіз біздің университетіміздің студенті болдыңыз, біз қазіргі таңдағы студенттеріміз. Енді сұрақтардан бастайтын болсақ, сіз үшін Әлихан Бөкейхан университетінде оқу жылдарыңыз қалай өтті? Қандай ерекше естеліктер қалды, бір қызықты оқиғалар болды ғой университетте? Мен университетке 2019 жылы келіп түстім. 2023 жылы тәмамдадым. Заң факультетінің құқықтану мамандығына түстім. Жалпы енді бірінші курстан бастап студенттік өмірім өте қызықты деп айта аламын. Енді карантин жағдайларын есептеген кезде әрине жақсы өтті. Жастар ұйымдарына кірдік. Өзімізді түрлі бағытта, түрлі салаларда ұйымдастыру, волонтерство бағыттарда шыңдадық, көрдік және жетістіктерге де жеттік деген ойдамын. Жалпы осы. Университет қабырғасында жүріп, бір алған тәжірибеңіз қазіргі өміріңізге қалай әсер етіп жатыр? Енді мен университеттегі алған тәжірибем көбінесе осы жастар ұйымдарының арқасында деп айта алғым келеді. Неге? Өйткені жастар ұйымдарында сен адамдармен сөйлесуді, адамдармен тіл табысуды, мұғалімдермен, оқытушылармен мысалы сөйлесіп, менді мысалы қалай баға сұрап десең, вот сондай нәрселермен, яғни адамның сөйлесу қарым-қатынасын үйрендім, қалай подкаст жасау керек, мысалы әр адамға әр қалай подкаст керек деген сияқты ғой. Анау жаңа айта кеттіңіз, жаңағы жастардың бір мысалы ұйым делік, мысалы жастар ұйымдар. Біз білеміз, сіз жастар рухы жастар қанаты ұйымының төрағасы болдыңыз. Қай жылдары? 2020-2022 жылдары жастар рухы жастар қанатының қазіргі төрағасы болдым. Яғни төрағасы болғанда бөлімше жетекшісі ретінде. Әрине. Енді ол жылдар тоже карантинге тұспа-тұс келген кездер. Енді іс-шараларды әрине онлайн жасайтынбыз. Онлайн? Иә. Вот іс-шаралардың өзі зумда болатын. Іс-шаралардың өзі зумда болатын. Одан кейін офлайнға келдік. Одан кейінгі қазір мысалы менің командамда енді қазір командаларын бітіріп кетті. Барлығы осы 2023-2024 оқу жылдарында бітірді. Өте керемет команда, ең ыстық команда, ең жылы команда. Енді біз шыны керек, сол 2020-2022 жылдары біз университетіміздегі жастар ұйымдарындағы ең көшбасшы ұйымдардың бірі болдық деп айта аламын. Өте керемет. Сізге төраға болып жүрген кезде мысалы командамен жұмыс болды ғой сізге. Қиын соқты ма, ол қалай болды? Сол жағын бір айтып кетсеңіз енді. Енді бағана айттым ғой, 4-ші курстар деген сияқты бітір кеткен. Вот оларда команданың қыз болды. Тек бір ақ ұл болды, Елнар деген досым өзімнің. Ернарға сәлем. Елнарға сәлем жолдап қойсаңыз. Сәлем Елнар. Көріп отырсан, мен сені атадым десең, қашынай. Одан кейінгі жалпы қыздар, Камила, Дилназ, Анел деген, Аяулым деген сияқты қыздармен бірге жұмыс жасадық. Қалалық деңгейде де, облыс деңгейде де енді өзі 22-де ғана біз Абай облысы болдық, оған дейін Шығыс болдық. Өскемен қаласындағы жастар рухы, жастар қанаты, өзіміздегі Семейдегі Шәкәрім, медуниверситет, колледждердегі коллаборация жасап, өзіміздің үздік екенімізді дәлелдедік. Және 2022 жыл қорытындысы кезінде Шығыс Қазақстан облысының жастар рухы, жастар қанаты бастауыш бөлімшесінің үздігі атандық. Жақсы, керемет. Өте керемет. Енді Ерсін Мадиярұлы барлығымыз білеміз, КДМ төрағасы болдыңыз. Сол жайлы кеңінен айтып кетсеңіз. КДМ төрағасына мен 2022 жылы сол жастар рухы жастар қанатынан кейін келдім. Сайлау болды, сайлауларға қатыстық. Яғни онда тоже бір жылдан астам уақыт
4-ші курстың соңына дейін до конца отырдым ғой былайша айтқан кезде. Күшті. Сол кезден бастап жастар ішіндегі комитетіне келдім. Ол жердегі командам өте жақсы. Ол кезде енді тоже біраз нәрселерді дәлелдеп, біраз дүниелер жасадық. Енді біздің негізгі мақсатымыз университет белсенділігін арттыру. Одан басқа мақсат жоқ. Өзіміздің пайда табу мақсатында емес, мысалы деген сияқты ғой. Жастармен жұмыс жасау, басқа оқу орындармен жарысу, немесе тең дәрежеде өзіміздің әрекет қабілеттілігіміз деген сияқты нәрселерді дамытуға тырыстық. Жалпы қандай қиындықтар болды, қызықтар? Енді жастар рух жастар қанаты кезінде көп қиындық болған жоқ. Өйткені мен бір-ақ ұйымды ғана басқардым ол кезде. Өзімнің жеке планнан атқарып команда болып жұмыс жасаған кездегі. Ал жастар ішіндегі комитетінде қиындықтар болды. Бір емес, бірнеше қиындықтар болды. Ол жерде сен тек қана жалғыз ұйымды емес, 8 ұйым болды бізде, 3 факультет. Солармен жұмыс жасаймыз. Олармен тіл табысу, олардың арасындағы конфликттарды шешу. Ал жалпы былайнан қиындықтар болды енді. Болады. Онсыз болмайды. Иә. Бізде көріп жатырмыз ғой, қазір ақырын енді екінші курс бізде мысалы бір айтарлықтай бір өзіміздің бір ұйымдарда бармыз деген сияқты. Бір сұрақ қоя кетсем, қазіргі істеп жатқан жұмысыңыз жастарды ұйымдастыру және әдістемелік мамандығында, жаңағы ол жұмыс қандай бағыттарды қамтиды? Бұл салаға қалай келдіңіз? Енді сіз университет бітіргеннен кейін бірден кірдіңіз ба или? Мен ең алғаш универді бітірдім. Универді бітіргеннен кейін мен жастар практикасымен заңгердің көмекшісі ретінде почти жарты жылдай жұмыс жасадым. Ол жақта юристтің көмекшісі болдым. Одан кейін Абай облыстық мәслихат аппаратында қызмет атқардым. Ол жақта бір 3-4 айдай жұмыс жасадым. Сосын осы жаққа себепкер ретінде қазіргі департамент басшысы Диас Ернурич осындай университетте бір іс-шара болды мәслихатта. Сол кезде бізде ерсін кабинетте вакансия бар, жұмысқа келуге ниетім бар ма деген сияқты. Әрине енді өзінің түлеп ұшқан оқу орнының ыстық мектептен кейінгі әрине өзі жұмыс ұсынып бір командада жұмыс жасайық давайте дегеннен кейін әрине қуанышты болдым. Және көп ойланбастан сәуір айында 1-нен бастап жұмыста болдым осында. Анау мысалы сіз енді бұл жұмысыңыз мысалы біз сияқты жастарға, то есть біз сияқты жастарға қарауға, мысалы олардың бір көмектесу, жастарға көңіл бөлу деген сияқты. Енді университет қабырғасында жүріп студенттер жаз айындағы демалыста бір немен айналыса алады университетте, мысалы бір жағдайлар қарастырылған ба, олар бос жүрмесін деген сияқты? Иә, әрине бізде жағдайлар бар. Мысалы ол жағдай бізде 2022 жылдан бастап бар ғой деймін. Биылғы жылы бізде университетімізде 40 студент өздерінің сияқты, өздерінде әрине болдыңдар. Әрине. Білмейтіндерге айтып жатамыз. Жалпы бізде жұмыспен қамту орталығында осындай студенттерге бос уақыттарын тиімді пайдалану, одан кейін жалпы қалаға или қоғамдық жұмыстармен айналысатын студенттерге арнайы жұмыстар бөлінеді 3 айға зарплатамен. Сіздерде минимальный зарплата 84 мың бір нәрсе болды. Еще пенсионкасы жүрді? Еще пенсионкасы жүрді. Ну, барлық жүреді. 40 студент жұмыс жасады. Өте жақсы жұмыс болды. Өте керемет. Өте керемет жұмыс болды. Өзіміз сол жұмыс істегеннен кейін ұнаған бізге әрине. До конца істеп шықтық соңына дейін басынан. Енді болашақта да келесі осы оқу жылын аяқталған кезде де вакансиялар болады деген сенімдеміз. Яғни бос енді бұл жұмысқа қандай адамдар тұрады? Көбінесе активист болып, қасымызда жүрген, танылып жүрген адамдар көп кіреді ғой. Енді бұл жерде профориентациямен айналысады студенттер, университеттің ішкі жұмыстарына, жалпы іс-шаралармен, мысалы тек қана жазда ғана тоқталып қалмай, сол студенттермен бірге көбінесе біз профориентациялық бағыттарда
гуманитарлық факультет, өзіміздегі приемный комиссияларда жұмыс жасадық, сондай нәрселер. Енді Демалып та бір жағынан, келдік. ол жұмыс дегеннен кейін өзімізге көңіл бөліп демалғанымыз да дұрыс болды негізі. Сол әлі естен кетпейтін күшті шақтар ғой негізі. Мысалы біздің студенттік шақтағы бір қызықты болған оқиғалар ретінде соларды қосуға болады да, мысалы сол кездегі мысалы біз бос жүрген жоқпыз, просто барып келу процесі ғана емес, біраз өзіміздің белсенділігіміз, бойымыздағы бар бір қасиетімізді көрсетеміз деп. Сонымен сондай емес пе еді? Сондай. Кешігіп ол енді қазақ болғаннан кейін кешікпесең ұят емес пе? Енді Ерсін Мадиярұлы қазіргі студенттерге қандай кеңес бергіңіз келеді, қандай ақыл айтқыңыз келеді? Студенттерге болмаса енді түсетін қазіргі студенттерге ақыл айтып керек емес деп ойлаймын. Өйткені олар уже өз таңдауын жасады. Олар үздік университетті таңдады. Мен таңдауым ABU. Олар үздік университет таңдады. Жалпы болашақта енді 10-шы қазіргі 11-ші сыныптар олар өздерінің бағыттарын таңдап енді іс-әрекет жасап жатыр. Соларға беретін ақыл кеңесім: дұрыс университетті таңдаңдар, үздік университетті таңдаңдар. Әлихан Бөкейхан университетіне оқуға сізге шақырамыз. Бір енді әркім өзінің оқып жатқан жерін мақтана білу керек қой. Біздікі мақтанатындай. Айтпайсың ба ештеңе? Толықтай келісемін сенімен. Анау жастарды тәрбиелеу саласында қандай өзгерістер мен жаңалықтарды енгізгіңіз келеді? Мысалы қазір сондай жұмыс істеп жатсыз. Бір өзгерістер енгізгіңіз келеді ме? Қандай деген сияқты? Өзгерістер енгізгенде енді қазіргі жүйеде жаман емес деп ойлаймын. Әрине. Студенттерді, жастар ұйымдарын курировать ететін арнайы отдел бар. Ол бағанағы жастарды ұйымдастыру және әдістемелік жұмыс жөніндегі департамент. Онда біз мамандар қызмет атқарады. Кез келген студент, бастамашыл, ниеті бар, креативке толы студенттердің барлығы бізге отделға келіп, өздерінің ұсыныстарымен, жасайтын бағдарламаларымен, атқаратын іс-шаралары бойынша ұсыныстарын келеді. Біз оларды талқылаймыз, саралаймыз, университет әкімшілігімен келісіп, профориентациялық бағытта болсын, студенттердің ішкі ұйымдастырылатын іс-шаралары болсын, әрқашан қолдау беріледі, қолдау көрсетеді. Сіздің алдағы уақытта жүзеге асырғыңыз келетін жобаларыңыз немесе мақсаттарыңыз қандай? Мысалы мақсат көрші деген сияқты. Алдағы уақытта бір жоба бар. Әрине ол мен жобам емес. Енді бізге айтылды ғой. Бана кез келген студент келіп өздерінің ұсыныстарын білдіре алады. Сол ұсыныс бойынша жұмыс жасап барғаттай өткізу шараларын ұйымдастыра аламыз деген сияқты. Қазір 4-ші курс студенттері бір жоба бойынша келіп жүр. Сол жобаны енді әзірше айтпай қойын. Бірақ бұл қызықты. Если университет әкімшілігі келісіп, енді университет әкімшілігі әрқашан бізге жоқ демеген, кез келген бастамамызды қолдайды. Оған көп алғысымызды білдіреміз. Осы бастамамызды да қолдап, поддержка беріп, университетте бұрын соңды болмаған, қазіргі семейде бұрын соңды болмаған бір іс-шара жоспарлануда. Кәдімгідей интрига ғой бұл. Интрига. Мен өзім білгім келіп отырмын, мысалы. Ой. Оны подкаст біткеннен соң өзіміз сұрап аламыз. Айтпайсыз. Принципиально айтпайды екен. Дағастар бербектіңіздер. Жақсы. Жалпы Ерсін Мадиярұлы күніңізді қалай жоспарлайсыз? Неден бастайсыз? Кофеден бастала ма? Утро начинается не с кофе. Жалпы енді 5 күн жұмыс уақыты. 5 күнде 9-дан сағат 5-ке дейін, 6-ға дейін не істейтінін белгілі. Университетте жастармен жұмыс жасау, университеттің өзіміздегі арнайы тапсырмаларды орындап, сондай жұмыстарда. Ал университеттен тыс уақыттарда мен көбінесе бұрынғы түлектерін, қазіргі достарымыз, уже дос болып араласқан адамдар, солармен бірге демаламыз. Демалғанда жақсы жағынан. Біз жаман жағын айтып отырған жоқпыз. Іс-шараларға қатысамыз, өзімізге уақыт бөлуге тырысамыз. Былайша айтқан кезде.
Иә, өте керемет. Негізі былай мынандай университетте күнде іс-шара ғой. иә. Біреу тұрады, Қазақстан студенттер альянсы келеді, бізде осындай апталық. Ақниет еріктілер ұйымы келеді, бізде осындай форум мектеп оқушыларымен. Эверест интеллектуалды дебат клубы еді, бізде тренинг, бізде дебат дайындық. Үркер өнер орталығы келеді, бізде шығармашылық, есеп беру кеші деген сияқты. Сол сияқты енді факультеттерде де іс-шараларымыз бар деген сияқты келіп. Университеттің қабырғасында жүріп, негізі көбі жаңа ортамен достар табады. Мысалы жаңа айтып отқан достарыңызда мысалы бір жақсы ғой дегенмен. Бекназар екеуміз де университет қабырғасына келіп таныстық. Біз бір мамандықта оқымаймыз, тек бір салада жүріп, бір ұйымда жүріп деген сияқты солай танысып кеткенбіз. Сол сізде иә осының негізінде мысалы қазір енді сіздер өз ішіміздегі достарсыздар ғой. Бізде мысалы енді мен студент кездегі немерде біз Шәкәрім университетімен араластық. Оларда қазір мен достарым бар. Өзіміз ғой деген компашкамыз бар деген сияқты ғой. Одан бөлек біз мысалы оқу орны кезінде республикалық түрлі форумдарға баратынбыз. Жастар жөніндегі комитетінің форумдары өтеді. Өзі 3 мезгіл. Сол жақта Атырауға бардық. Түркістандағы достарымыз бар, Қызылордадағы, Қорқыт университетіндегі. Енді олардың бәрінде мен студент кезінде жұмыс жасадық. Енді қазір олар да түлек, мен де түлекпін. Инстаграм парақшамызда бір-бірімізде бармыз әйтеуір. Бір-бірімізге лайк басып, реакция жіберіп, қолдап отыратынымыз бар. Біз университет кезінде Еуразия ұлттық университетімен өте жақын қарым-қатынаста болдық. Әлі күнге дейін доспыз. Ұлжан ол жақта жастар орталығын басқарды. Одан кейін Анел. Ол жастар орталығы деген біздегі жастар жөніндегі комитет сияқты. Оларда ЦМП деп аталады. ЦМП. Жастар қалайды? Жастар ЦМП-ді ғой. Жастар ЦМП деген. Кажи. Жастар орталығы, короче. Жастар орталығы. Бірақ біздікі жақсы естіледі, жастар жөніндегі комитет. Подъем молодежи. Мысалы, біз 3 ай жұмыс істеген кезде не бір қилы қызықты уақыттар өтті. Біз шомылуға да бардық, былай айтқанда. Футболда ойнадық, өзімізге көңіл бөліп. Қанша жерден жұмыс болғанмен өзімізге көңілді жақсы бөлдік, иә. Сол кезде біз осы Ерсін Мадиярұлы бәріміз бірге жұмыс істеген болатынбыз. Сол кездегі сол жұмыстың ішінде ең қатты жақсы көрген енді бір студентіңіз өзім болдым ғой. Басыңызға. Жақсы. Иә. Жоқ, рас қой енді. Шынымен мен ұнатып қайта-қайта бір Сұлтан молодец жігіт деп жаңа мақтап отырадыңыз кешкісін үйде. Бекназарды білмеймін әрине. Мені кабинетте мақтайтын дейсің. Біреуінде үйде, біреуінде кабинетте десем. Сізге бір студенттік шағыңызда бір қиын соққан бір курс болды ма мысалы? Нешінші курс бір сізге бір ауыр болып кетті? Мүмкін олай болмады даже. Енді өзімнің факультетімнің оқытушылар құрамына, профессорлық оқытушылар құрамына алғыс айтқым келеді. Менде оқудан ешқандай проблема болған жоқ. Әрине мен енді мысалы активистік өмірмен бөлек сабақтан тыс уақыттар. Сен таң атқаннан кеш батқанға дейін активист болып жүре бермейсің ғой. Менде ондай оқу бағдарламасы өте жақсы болды. Мен 4 жыл бойы күндізгі андай таңертең ғана оқыдым да. Сағат 8-ден сағат 1-ге дейін уже 1:10-да біздің сабағымыз бітіп қалады. Күшті. 4 жыл бойы солай болды. Күшті. И мен оқуда біз сияқты мысалы оқитын кезде 4 жыл бойы сағат 8-де басталды. Яғни таңғы уақыттарда 9-да сондай. Күндізгі уақыттарда. Түстен кейін болмаған. Түстен кейін болған жоқ. Түстен кейін енді біздің курсымыз солай болды ма? Өйткені тоже біз өз потокпен оқимыз да. Мен 905-ші группа болдым. 905, 901, 903 осы группалар таңертең оқыдық. Өте жақсы, удобно болды. Ұйқыларыңыз өкінішке орай деген. Енді ұйқыларымыз жарайды, ол ұйқыны қойшы. Бір ұйқы жақсы, екі ұйқы өкінішке орай деген сияқты ғой жаңа. Сол жерде оқытушылар құрамым әрқашан сабақты айтам, лекцияға қатысам, орында деген нәрсесін орындаймын. Шүкір, қызыл диплом алдым. Қызыл диплом. GPA-ім 3,74, атак. Бұл не деген? Сіз енді заң мамандығында оқыдыңыз. Енді заң мамандығында оқитын студенттерге, қазіргі оқып жатқан студенттерге бір қандай не десек болады, бір андай бір болады ғой, бір фишка, лайфхак болады ғой, бір жоқ бір кеңесіңіз бе екен. Бүгін тек кеңес сұрап жатырмыз, бірақ дегенмен өзіңіздің ішіңіздегі бір тілейтін бір тілегіңіз болса, болмаса бір ақылыңыз болса айтатын. Недосказанность болып тұрады. Я бір қал қояды ғой мысалы, осыны істеу керек еді, болмаса бүйтіңдер, сөйтіңдер, мен осы қайтадан оқысам өстер едім деген сияқты ше, мысалы болады ғой, или болмайтын ба еді? Мен енді
университетінде жақсы тәмамдағаннан кейін енді қайтадан оқитын деген бір сол курсқа қайтадан, но курстастарымды сағынам. Сағынасыз. Иә. Ал былайынан қайтадан оқиын деген андай немем жоқ, енді сол жылға бірақ сағынам. Иә, сағынасыз. Ал жалпы өзіміздегі заң факультетінің студенттеріне оқуларында, жақсы оқуларында айтқым келеді. Өйткені заң ол яғни адамның тағдырын шешетін негізгі мамандықтардың бірі. Құқығы дейсіз ғой жаңа. Адамның құқығын шешеді, адамның бас бостандығынан айырылады деген сияқты. Ол негізгі жүйе ғой, былайша айтқан кезде. Мынау мен осы қателеспеуімше, мынау қасымда отырған Бекназар заң факультетінің. Заң факультетінің 2-ші курс студенті. Әрине. Енді және де өзің біраз өскеннен кейін өзіңде бір жаңағы кеңесінде айтасың енді. Бұйыртса осылай. Сіз сияқты отыруды нәсіп етсін бізге. Мысалы маған Ерсін аға 2-ші курс оқығанның өзінде 1-ші курс бір өте күшті ұнайтын ше, сағынатыным бар да. Может 3-ші курс оқыған кезде 2-ші курс деп айтармын. Білмеймін, бірақ дегенмен 1-ші курс. Негізі бар ғой, андай активистік өмір үшін 1-ші курс қайталанбас шақ. Рас. Мысалы 2-ші курстар, мысалы сіздер уже структурада боласыздар, ұйымдарда, сіздер ол іс-шараны ұйымдастырасыздар. Біз қазір андай тугиспіз ғой, мысалы ше. 1-ші курстарға біз жол көрсетіп деген сияқты өзіміз ондай. Ал 1-ші курстарда олар іс-шараға қатысады, сабағын оқиды болды. Қазір сендер сабақтарыңды оқисыңдар, қатысасыңдар, еще оны ұйымдастырасыңдар, еще өздерінің былай проблемаларын болып қалады деген сияқты нәрсе ғой. Қиындау болады. Дегенмен 1-ші курста андай ғой, саған бүкіл көңіл береді. Тек внимание жақ. Иә, сен 1-ші курста сенен кейін жоқ та өзі. Күшті болатын да сол кез. Жалпы 1-ші курстағы активистік өмір ол андай ғой. Беймарал жүре бересің, ештеңеге уайымдамайсың, қасында сенің лидерің болады, лидеріне сеніп, алдыға қарай жүре бересің. Бір уайымдайтын сабағың түсіп кетпесе екен деп иә, жаңа активист болады. Бірақ мысалы біз жүрік қой, мысалы күн сайын бір активистік өмірде жүр, мысалы күн сайын бір сабақтан кейін мысалы бір іс-шараға барып отырсақ та сабағымыз төмендеп кеткен жоқ негізі. Ол қатар алып жүре алатын адамға ол ешқандай да бір мәселе деп білмеймін да мен. Олай сылтаулататындай емес. Рахмет сізге. Көп рахмет. Тәрбиені. Сіз үшін кешір. Сіздердің аға буындарыңыз кім? Біздің аға буын, жалпы мен 1-ші курс кезінде Қазақстан студенттер альянсының ұйымында болғам. Қазір сол ұйымның төрағасымын. 1-ші курс оқыған кезде аға буыным Серікқалиев Қасым, қазіргі КДМ төрағасы. Қазір Түркия елінде білім алып академиялық ұтқырлық бағдарламасы. Сол айтпақшы қысқа ғана тоқтала кетейік. Сол академиялық ұтқырлық туралы қысқаша түсіндіріп беріңізші. Мысалы бір балаларды, мысалы бізде қазір мемлекеттерге баруға болады, мысалы қателеспеуімше Польшаға, Түркияға, Өзбекстан, Қарақалпақстан, Беларусь, ақш бар, Америкаға қазір бар ғой, Америкаға бару оқу. Жалпы енді бұл академиялық ұтқырлық мен өзімде барғым келді студент кезімде, бірақ біздің оқу бағдарламасы бойынша академиялық ұтқырлық бағдарламасы болған жоқ. Ол кезде болмады? Жоқ, біздің бағдарлама бойынша жоқ болды, заң немесі бойынша. Қазір бар. Қазір Өзбекстанда, Қарақалпақстандағы университетте бар екен. Бізде студенттер кетті, заң мамандығын, құқық қорғау мамандықтарын студенттер кетті. Менде барғым келген, негізі үлкен мүмкіндік қой. Андай академиялық ұтқырлықпен шетелде білім алудың өзі, шетелді көру. Сен жаңа адам болып келесің ғой. Көзің ашылып келеді. Шетелге мысалы қыдырып барғымыз келеді. Ал шетелге барып еще оқу, білім алу деген ол бір жетістік. Және де мысалы кругозор дейді ғой, кругозор. Еще тегін. Тағы да айтайық па? Тегін бірге. Тегін ненің етімен десе сиырдың деп өтсейді. Жарайды. Сиырдың. Қиып тастаймыз. Қалай, біз жақсы жүргізіп отырмыз да? Сізге ұнап отыр ма? Жақсы. Мысалы, бұндай сұрақтар көбінесе қоймайды да, мысалы. Қалай мысалы? Жүргізушіге қандай баға бересіз деген сияқты? Жүргізушіге баға жақсы, қанағаттанарлықтай. 10-нан жарайды, көңілдерімді қалдырмайын. 8. Иә, негізі осылай қалжыңдасып отырудың өзі бір ғанибет емес пе? Бір ғанибет. Міне бір сұрақ қал қойыпты, жаңа мына жерде қарап тұр маған, мен қал қойдым деп. Соны оқып жіберейін.
университетті бітіргеннен кейін өз жолыңызды қалай таптыңыз? Сол бағана айттым ғой. Бұған айттыңыз. Ең алғаш жастар практикасымен жұмыс жасадым. Одан кейін мәслихат аппаратында жұмыс жасадым, университетте жұмыс жасадым. Жұмыс жасап жатырмын. Өз жолымды таптым Деп ойлайсыз. деп ойлауға да бола ма, или әлі басқа мүмкіндіктер бар ма Кім біледі? деген сияқты ғой. Әлі жассыз деген сияқты. Жалпы ізденістеміз, бірақ мақсатымыз айқын, бағдарымыз бар, қойған мақсаттарымыз бар. Сол мақсатқа, сол ниетке, талпынысқа жетудегі жолым әлі алда деп ойлаймын. Не шабыттандырады сізді? Осы жұмыста не шабыттандырады? Мені студент кезде шабыттандыратын өзімнің командам, өзімнің перваштарым, өзімнің активистерім шабыттандыратын. Өзінің перваштарың ыстық болады екен адам. Өзімнің оны қай жерде айтсақ, қанша мақтау айтсам да, қанша жерден айтсам да, олар өте енді бірінші перваш дейді ғой, бірінші балаларым сияқты ғой деген сияқты ғой. Өте керемет. Мінекей бізде бір керемет әңгімелестік осы қысқа уақыттың ішінде. Сұхбаттастық. Иә, сұхбаттастық. Енді алдағы уақытта тағы да бір сұхбаттасып жатамыз деген ойдамыз. Сұхбатыңызға рахмет, Ерсін Мадиярұлы. Университеттің дамуына қосқан үлесіңіз және жастармен атқарып жатқан еңбегіңіз үшін алғысымыз шексіз. Рахмет көп. Профкасымызды тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Сіздерді Әлихан Бөкейхан университетінің ресми YouTube парақшасында жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше. Келесі қонақ Келесі жолы айтамыз. сосын айтамыз. Сіздермен бірге болған Ерсін Мадиярұлы, Бекназар және де мен Сұлтан. Рахмет. Рахмет.